Сәлеметсіздер ме оқушылар? Сіздермен бірге Арал қаласы Ұзақбай Қараманов атындағы номері 262-ші мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Бижанова Тұрар Жақпарқызы. Бүгінгі сабағымыз 3-ші сыныптың математика оқулығына арналады. Сабақтың тақырыбы 3 таңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. Оқу мақсаты 3-те 1-дің 2-де 5-і. 3 таңбалы сандарды санның ондық құрамы негізінде ауызша қосу және азайтуды орындау. Балалар, сабағымызды практикалық жұмыс арқылы бастаймыз. Қолымызға толық жүздік, толық ондық және бірлікте жазылған қима қағаздар дайындап аламыз. Берілген қима қағаздарды пайдаланып сандар құрастырамыз. Сандарды разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жазамыз. 532 саны 532. Дәл осылай төмендегі сандарды разрядты қосылғыштарға жіктеп жазамыз. Балалар, жарайсыздар. Бұл тапсырманы өте жақсы орындады деген ойдамын. Ендеше назарымызды бейнежазбаға аударамыз. Есепті шығар. Дананың үйінен Аланның үйіне дейінгі арақашықтық 312 метр. Ал Аланның үйінен Сәуленің үйіне дейінгі арақашықтық одан 173 метрге қашық. Аланның үйінен Сәуленің үйіне дейінгі арақашықтық қанша метр? Есепті шығару үшін 312-ге 173-ті қосу керек. 3 таңбалы сандарды қосқанда жүздіктерді жүздіктерге, ондықтарды ондықтарға, бірліктерді бірліктерге қосады. 300-ге 100-ді қосқанда 400 болады. 10-ға 70 қосқанда 80 шығады. 2-ге 3-ті қосқанда 5-ке тең. 400 қосу 80 қосу 5, 485 болады. Демек, Аланның үйінен Сәуленің үйіне дейінгі арақашықтық 485 метрге тең. Кері есепті шығарайық. Аланның үйінен Сәуленің үйіне дейінгі арақашықтық 485 метр. Ал Дананың үйінен Аланның үйіне дейінгі арақашықтық одан 173 метрге кем. Дананың үйінен Аланның үйіне дейінгі арақашықтық қанша метр? Есепті шығару үшін 485-тен 173-ті азайтамыз. 3 таңбалы сандарды азайтқанда, жүздіктерді жүздіктерден, ондықтарды ондықтардан, бірліктерді бірліктерден азайтады. 400 азайту 100, 300 болады. 80 азайту 70, тең 10 болады. 5 азайту 3, тең 2. 300 қосу 10, қосу 2, 312-ге тең. Демек, Дананың үйінен Аланның үйіне дейінгі арақашықтық 312 метрді құрайды. Балалар, бейнежазбаны тамашалап болсақ, 3 таңбалы сандарды қосуға берілген есептерді шығарамыз. 241 мен 124-тің қосындысы. Оқушылар, есте сақтайық. 3 таңбалы сандарды қосқанда жүздіктерді жүздіктерге, ондықтарды ондықтарға, бірліктерді бірліктерге қосамыз. 200 бен 100-дің қосындысы 300-ге тең, 40 бен 20-ның қосындысы 60-ға тең, 1 мен 4-дің қосындысы 5-ге тең. 300 қосу 60 қосу 5. Жауабы 365. Балалар, дәл осылай төмендегі есептерді түсіндіре отырып шығарамыз. Балалар, бұл тапсырманы да өте жақсы орындады деген сенімдемін. Келесі тапсырмамыз 3 таңбалы сандарды азайтуға арналады. 792 мен 371-дің айырмасы. 700 бен 300-дің айырмасы 400-ге тең. 90 мен 70-дің айырмасы 50-ге тең. 2 мен 1-дің айырмасы 1-ге тең.
400 қосу 50 қосу 1 тең 451. Балалар, төмендегі есептерді дәл осылай түсіндіре отырып шығарамыз. Жарайсыздар балалар, бүгінгі тапсырма сіздерге түсінікті болса, үйге тапсырма аламыз. 3 таңбалы сандар арқылы есеп құрастырып, оны шығарамыз. Назарларыңызға көп рахмет.